Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге Бекзат каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен бірге сүзбеден жасалатын печеньенің рецептісімен бөлісетін боламын. Олай болса видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркелмеген болсаңыз, подписация бөлімін басып, тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Сондай-ақ жанындағы қоңырау белгісін басып қойсаңыздар, алдағы уақытта салған видеоны бірінші болып қарай аласыздар. Және де каналымда бұдан да басқа тіске басар 2 картоптан жасалған қытырлақ және де лаваштан жасалған осындай таңғы ас дайындалған, көрсетілген каналымда. Соны қазір осы сілтемесін қалдыратын боламын видеоның соңында. Ал ендеше печеньемізді бастаймыз. 200 грамм творогтың үстіне осындай 80 грамм май салдым. Одан кейін 1 жұмыртқа салдым, одан кейін қант қостым. Осылардың үстіне 20% 2 ас қасық қаймақ қостым. Содан кейін қасықтың көмегімен жақсылап араластырып алып жатырмын. Барлығын езіп, содан кейін осының үстіне сетадан өткізілген ұнымызды себелеймін. Енді қасықтың көмегімен араластыра отыра жұмсақ қамыр илейтін боламын. Мен бұл жерде тек қана қасықтың көмегімен езіп араластырып алып жатырмын. Ары қарай қолмен қазір жұмсақ қамыр шығаратын боламын илеп. Мен ұнды бөліп себелеп қостым. Шамасына қарай қатты болып кетпеуі тиіс, сондықтан осылай бөліп қостым. Енді мінекей видеода да көріп тұрғандағыдай қолдың көмегімен барлық қамырымыздың басын біріктіріп, жұмсақ қамыр илеп аламын. Мен төменде описание бөліміне қалдыратын боламын. Қанша грамм қосу керектігін, салмаларын. Мінекей осылайша міне жұмсақ қамыр иленіп шықты. Енді осыны оқтаудың көмегімен қазір жазатын боламын. Бірінші бөліктерге бөліп алдым, өзіме ыңғайлы етіп. Содан кейін ұнымды сеуіп, оқтаудың көмегімен қатты жұқада емес, қатты қалыңда емес, орташа типпен осылай нанымды жайып алдым. Енді бөліктерге бөліп, осындай формада печеньелерді дайындап жатырмын. Қазір сіздерге тағы да екінші түрін көрсететін боламын. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жасауларыңызға болады. Мінекей мен осылай 3 бұрышты қылып барлығын кесіп жатырмын. Қазір осылай рогалики сияқты қылып орап пісіретін боламын. Сол кезде менде 2 түрлі формадағы печенье шығатын болады. Достар, бұл печенье песочный болып, дәмі өте керемет болып шығады. Сондықтан сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Мінекей осымен біздің печеньеміз дайын болды. Мен бұны духовкада 180 градуста 20-25 минутта пісіріп алдым. Достар, сіздерге рецепті ұнап жатса, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, және де достарыңызға жіберіп қойсаңыздар, өте қуанышты боламын. Мінекей осындай керемет болып шықты. Мен бұл жерде ысылай бөліп тұрмын, негізі суытып бөлсеңіздер болады. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.